оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санның логарифмі және оның қасиеттері. Оқу мақсаты 11.3.1.14 логарифмнің қасиеттерін білу және олардың логарифмдік өрнектерді түрлендіруде қолдану. Оқу мақсатымызға сәйкес сабағымыздың мақсаты логарифм қасиеттерін біледі және оны логарифмдік өрнектерді түрлендіруде қолданады. Бүгінгі сабағымыздағы бағалау критерийлері 3 критерийден тұрады. Логарифмнің ондық, натурал түрлерін ажырата біледі, логарифмге байланысты есептерді шығара алады, логарифмнің қасиеттерін практикада қолдана алады деген осындай 3 бағалау критериіміз бар. Енді бұл өткен сабақ болғандықтан, өткен сабағымызды еске түсіру үшін миға шабуыл әдісін орындап жіберейік. Яғни, бірінші сұрағымыз, бір санның логарифмі нешеге тең? Бір санның логарифмі нешеге тең? 0-ге тең, дұрыс. Негізі 10 саны болатын логарифм қалай аталады? Дұрыс, 10-ды логарифм. Негізі е санына тең логарифм қалай аталады? Натурал логарифм деп аталады. Жарайсыздар. Неліктен теріс санның логарифмі анықталмайды? Себебі қандай? Себебі дұрыс. Логарифмнің ішіндегі өрнек теріс сан болмайды, өте жақсы. Енді сіздердің алдарыңызға топпен жұмыс бере қояйық. Топпен жұмыс орындаймыз. Топпен жұмыс Toppen жұмыс. Оқушылар түсінікті болып жатыр ма? Орындап болдыңыздар ма? Ендеше өздеріңіз жазған жұмыстарыңызды тақтамен тексере қояйық. Оқушылар, өзіңіздің жазған топпен жұмысыңызды тақтамен тексере қояйық. Дұрыс па екен, әлде қателескен жерлеріңіз бар ма екен? Өзіңіздің жұмысыңызды тексере қояйық. Дұрыс па екен? Тақтамен жұмыс жасап тексерейік. Ендеше оқушылар дұрыс болса, тақтаға жазған жұмысымызды іле қояйық. Biz dönüş olmadı. Формулаларды бір қайталап жіберейік. Қазір есепте шығаруда бізге қажет. Негізі А болатын логарифм ішіндегі өрнегі 1-ге тең болғанда нешеге тең болады екен? 0-ге тең болады екен. Логарифм негізі жұмысымыз оқушылар жеке жұмыс. Яғни оқулықтарымыздан 13-те 10-шы және 13-те 11-ші есепті шығара қояйық.
Дәптерімізге бүгінгі күннің жадын жазып, санның логарифмін және оның қасиеттерінен есептер шығару деп жаза қояды. Жеке жұмыс тақтаға шығып орындайтындарыңыз бар ма? Ал Алия шығарып. Жазып отырайық. Тақтамен өзіміздің шығарып жатырған есебімізді қарап отырайық. Келесі 13-те 11-ге кім шығады екен? Ал әдеп шығады. 13-те 11-інші есепті оқушылар орындайды деп. Түсінік толып жатыр ма? 13-те 11. Логарифмнің қасиеттерін пайдаланамыз. Шығарып тақтамен тексеріп отырайық. Тақтамен тексерейік шығарған есебімізді. Ал Алия болса, оқи ғой есебі, неше шықты? Қалғанын тексеріп отырайық. Есепте 12 негізі логарифм 3 пен 12 негізі логарифм 4-тің қосындысы тең болады. 12 негізі логарифм 3 көбейтілген 4-ке. Ол логарифм 12 негізі логарифм 12, оның мәні 1-тің. Екіншісінде 7 негізі логарифм 98, 7 негізі логарифм 2-дің айырмасы тең болады. 7 негізі логарифм 98 мен 2-дің бірінші болады. Жауабы 7 негізі логарифм 49, оның мәні 2-дің. Дұрыс. Сіздердің де осылай дұрыс шықты ма оқушылар? Қарап тексеріп алайық, жарайсың сұрағы. Япой дұрыс шықты. Келесі 13-те 11-ді тексеріп отырайық. Ал орында, ал қай формуланы қолданған формуланы айта қойшы сен? А негізі логарифмнің В дәрежесі. А негізі логарифм. Бұның дәрежесі неге тең болады екен? В-ға тең болады екен, иә? Сонда сенде бірінші есебінде 3-тің 3 негізі логарифм 5 пен 5-тің 3 негізі логарифм 6-ның дәрежелерінің қосындысы нешеге тең болады екен сонда? 11-ге. 11-ге тең, жақсы отыр. Оқушылар тақтамен тексеріп жазып ала қояйық. Келесі жұмыс жұптық жұмыс орындаймыз. Жұптық жұмыста бір-бірлерімен бірлесе отырып орындаймыз. Дәптертеріңізге орындай қойыңыздар. Әркім өзінің дәптеріне шатас есепті бірлесе отырып шығарамыз.
Yazınlar mı? Orunlarınlar mı? O'rnab bo'ldingizlarmi o'quvchilar? Bir-birimizning chiqargan hissiyimizni ko'rishlarimizni tekshirib qo'yaylik. Hatta ko'rishlarimizni tekshirib qo'yaylik. Tekshirib o'quvchilar durust ekan. Daftarlarimizni almashtiribmi? Hadi barmikin o'quvchilar? Al, bilmez aytavish. Kimning ismini tekshiryapsam, durust bo'lmay qo'shimcha aytaman. Ravshanlikni tekshirib, ravshanlikni Durust bo'ldi, yaxshi. Danisa? Arushaniki? Durust bo'ldi. Yaxshi, jaraysiz. O'smen savolimiz oyoqdaldi. Kelesi sizlarga bir kestesini to'ldiruvni sunaman. Ya'ni bunga savolga kirib beramiz. Bildim, bilgim keladi degan 3 so'roqqa javob bera qo'yaylik. Qanday javob beramiz? Bir kechga qo'yamiz. Bilgim keladi degan 3 so'roqqa javob beramiz. To'g'ri. Ne bilgim keladi, ne bildim? Al endi o'quvchilar refleksiyani yozib qo'ysak, qanday kim o'qiydi ekan? 3 topdan bir-biriga o'zimizning yozgan refleksiyamizni bir kestasi orqali o'qib bera qo'yamiz. Shu o'quvchi. Qolganimiz mana shuni al Arushan o'qiy qo'y. Birinchi topdan men bilganim sonning logaritm qasiyatini hisoblab chiqarib bildim. Yaxshi. Ne bilgim keladi aldangi vaqtda? Aldangi vaqtda logaritm qasiyatlarini to'g'ridan hisoblab chiqarib bilgim keladi. Yaxshi, jaraysin. Yettinchi xatardan kim o'qidi? Buni o'qiyman. Kim bu kestesini to'ldirdi? Al. Natural sonlarni men bilgim keladi. Men bilaman, natural sonlar bilan hisob chiqaruvni bilaman. Men bildim, logaritm qasiyatlari hisob chiqaruvni to'liq bildim. Ne bilgim keladi? Alda vaqtda logaritmni to'liq bilgim keladi. Qasiyatlarni hisobga chiqaruvni to'liq bilgim keladi. Jaraysin. Kelesi 3-chi topdan kim aytadi ekan? Alishlar. Bilaman, logaritmni negizini bilaman. Sonning logaritmi va uning qasiyatlarini hisob chiqarib o'rgandim. Yemin erkin hisob chiqarib bilgim keladi. Jaraysin. O'tiraman. Tushundingmi? Ya. Savolimiz maqsadi qanday edi? Qasiyatlarni hisobga chiqarib bilib, uni bunga savolga qatnashgan o'quvchilarni baholash yuring. Asl tekki shaxsi degan baho, Arushanga shaxsi, Azimiga jaraysin, Ravshanga shaxsi, Aliyaga jaraysin, Shinarayga jaraysin degan bahoni baholaysiz. Sog' bo'linglar, salomimiz oyoqda.